Барлығымыз бірге кел! Отчего все эти чувства этим дорожат? Мир вокруг ломает зубы, а часы спешат. Только не они за нас решают и вершат. Бьются, бьются в унисон сердца, и снова кругом голова, и словно птицы рвутся в небеса. На континенты, минуты, моменты, наша любовь будет близка. Что мои понимать, просто будь рядом со мной. То, что зову я судьбой, и в этом храме звездопада мне ничего не надо. Ночь обнимет, окна замолчат, и любви признания, как мелодия звучат. Навсегда хочу я этот миг остановить. Я прошу рассвет, прошу тебя, не уходи. Бьются, бьются в унисон сердца, и снова кругом голова, и словно птицы рвутся в небеса. На континенты, минуты, моменты, наша любовь будет близка. Что лови, понимать, просто будь рядом со мной. То, что зову я судьбой, и в этом храме звездопада ничего не надо. Ничего не надо. На континенты, минуты, моменты, наша любовь будет близка. Что лови, понимать, просто будь рядом со мной. То, что зову я судьбой, и в этом храме звездопада ничего не надо. Бүгін нағыз полиглот азамат, ағылшынша, қазақша, орыс тілінде ән шырқады. 3 тілді ән шекенсіз. Тамаша. Ал енді кезек жанкүйерлерде. Жанкүйерлер, егерде Әміренің шеберлігі, орындау шеберлігі ұнады, өзін сахнада тамаша ұстады, алғашқы орындаушысына ұқсады десеңіздер, ұпайларыңызды аямаңыздар. Дауыс беріп ашып кеттік. Әмірен, қалай болды финал? Бүгінгі бағдарламамызда негізі құрметті көрермендер естеріңізге сала кетейік, Әміренің тұсауын кесіп жатырмыз үлкен сахнаға. Жеке Әміре деген атпен шығып жатыр. Дебют және дебюті жаман басталған жоқ. Бірден финалдан шықты, 3 тілде ән шырқады. Тамаша, жақсы бастама, лайық болсын, үнемі көрерменнің аузынан көзінен түспе дегім келеді. Тамаша, дауыс бердік қой. Рахмет. Кезегенде біздің Қалмар алқасында, сарапшы мырзаларда Шахризат Сейдахмет мырза, сіз не дейсіз? Үш тұғырлы тілдің дамытуына үлес қосып жүрген бауырымызға алғыс айтайық. Енді жаңағы Әміренің ағылшынша айтқанына төмен баға қойдық, қазақша айтқанына жоғары баға қойдық.
орысша айтқаны ағылшыншаға қарағанда жоғары болатынына көз жеткіздік десең Әдем жеткізе біледі. енді әміренің ұстанған бағыты да болмысы да барлығы тамаша. Ең бастысы жаңағы өзінің стилі жүрекке жетті. Өзім қатты риза болдым. Болашағың жарқын болсын. Енді ол біреуге бата беретін жас емеспін, бірақ шын көңіліммен өзім тілегімді айтайын. Сақалыңызды сыйлап отырмын. Иә, мен сақалсыз келдім, сен сақалмен келсің бүгін. Жолың ашық болсын. Әмин. Жақсы, тамаша. Ал, Айдарбек. Әміре бауырым, жарайсың. Тек айтарым, жарайсың деген келеді. Және де мынау Жұмаков және Панайотов ағаларымызды көп тыңдайсың ойдым да, шыны керек. Өйткені сондай ерімдерді, сондай егер мысалы сол ағаларымыздан да кем айтпай жоғары айтып жатсың, асып түсіп жатсың деп те айтуға болады. Өйткені жоғары ноталар өте керемет. Ондай көшіре алатын адамның өзі бір үлкен қасиет. Сол үшін жарайсың тек алға. Рахмет. Арманай, қысқа. Ұнады. Тамаша, керемет. Бәрекелді. Нағыз эстрадалық әнші, нағыз маман. Және де болашағынан үлкен үміт күттірер әнші, әртіс деп санаймын. Саған тек қана ақ жол тілеймін. Ал енді дәл осы тілектеріңізді ұпай-сандарыңызбен дәлелдеп өтсеңіздер, нақтылап өтсеңіздер, телефонымызды аламыз. Шахизат мырза. Дауыс беру басталғанда кешір қайыр жүктемесі ашылған сәтте дауыс береміз. Дауыс бердік қой. Әміре, біз ұпай сандарын бірден көрсетпейміз, құпия ретінде сақтаймыз және бағдарламамыздың соңына қарай жеңімпазды анықтаған кезде, марапаттаған кезде бірақ айтатын боламыз. Келістік қой. Сақтады Әміре болады, шығар салайық. Құрметті көрермендер, бұл кешір қайыр